Сәлеметсіздер ме балалар, тыңдаушылар? Мен сіздерге тышқанның ақылы ертегісін ұсынамын. Тышқанның ақылы. Бір заманда тышқандар жиналып, мысықтан қалай құтылудың амалын ойластырады. Ұзақ әңгімеден кейін бір тышқан мысықтың мойнына қоңырау тағып қою керек. Сонда оның келе жатқан алыстан естіледі, ал біз інге тығылып үлгереміз, деп ұсыныс жасайды. Барлығы табылған ақыл екен деседі. Сонда манадан бері үнсіз отырған кәрі атжалман: жарайды, мысықтың мойнына қоңырау тағу керек дерлік. Ал сонда қоңырауды кім барып тағады деген екен. Қазақта сөз бар, көз қорқақ, қол батыр деген. Сондықтан мысықтың мойнына қоңырауды қалай ілеміз деген амалды шешуіміз керек. Сонымен балалар, мен сіздерге тышқанның ақылы ертегісін оқыдым. Егер сіздерге ұнаса, менің арнама тіркеліп, видеома лайк және қоңырау басып, достарыңыздарға жіберуді ұмытпаңыздар.